Абай Құнанбаевтың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік, не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып дәмін татып қарап тамағына, бетіне басып қарап, сырна ерне болса, даусына ұмтылып, онан ер жетіңкірегенде, үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзді көрген құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмеді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған, ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп, бір нәрсесін сұрап, білсем екен дегенде ұйқы, тамақ та есімізден шығып кетеді тұғын. Құмарымызды ер жеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бастырғызса керек еді. Жоқ, біз олай қыла алмадық. Ұзақтай шулап, қарға да барқылдап, ауылдағы бақыттан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күшенген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бастырғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қайрамадық, көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік, көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргеннен-ақ қойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой Тәңір-ай, кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз. Айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те білмесек те білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп те таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда өлер тірлерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз.